Bunlardan profesyonel çıkar mı? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Қалай? Шүкір. Қош келдің Шымкентке. Қош көрдік. Қалай Шымкент? Ұнап отыр ма? Шымкент енді дақшат екен ше. А? Дақшат екен. О, не деген сөз ол? Керемет деген сөз ғой. Қай тілде? Өзбекше тілде ғой. А. Шымкентке келіп өзбекше үйреніп кеткен соң. Ең біріншіден ауа райы деген бар ғой. Машаллах екен. Ауа райы ма? Астана суық па? Минус 30 батыр ғой. Минус 30-дан плюс 17-ге келдік қой бірден. Бұл не ғой негізі? Майами бич негізі, екінші Майами бич Шымкентте негізі. О жаққа көшем ау походу. Просто бізде не жоқ? Океан, өзен, теңіз сондай болмай тұр әпсе. Ал, жайша келдің ба? Енді жайша келгенде шайшасың ба дейсің? Енді кеп қалдық енді Шымкентке. Ауа райы керемет, қала керемет, үй керемет. Жалпы сенің жағдайыңды білейін деп келдім. Мен ба? Енді біз кезінде жүрдік, түсірдік, айырдық, видео. Одан кейін енді алты бақан кішкене тыныш болып қалды ғой. Бір тоқтап қалғандай болған жоқпыз ба? Иә, бір андай. Иә, бір күндік өмір андай бір немен ше? Иә, бір толқынмен, бір скучно, іш пысып кетті ше. Соны өзгерту керек. Өзгерту керек, иә? Жалпы сенде қалай жалпы жұмыстары бәрі жақсы ма? Аллаға шүкір, өмірдің бәрі футбол болып кетті ғой. Сол футболмен жалғастырсақ па деймін. Енді өз басың футболды қалай негізі? Футболды мен сүйем ғой. Қалай сүйесің? Деп сүйем ғой. Мен футбол үшін жаралмағанмын. Футбол мен үшін жаралған. Ойба, не деген әңгіме. Сен сондай красавчиксің ғой негізі. Сондай красавчикпін. Серьезно дегенде, енді құйт бәрі бір команда ашып кетті ғой, білесің ба? Медиа команда ашып кетті бәрі. Сол қолға алайық та, брат. Бір шулатпадық ба? Серьезно айтып тұрсың ба? Серьезно айтып тұрмын. Бір шулатып кәдімгідей. Жоқ, негізі сен серьезно айтып тұрсаң, мен бұл туралы мен де жалпы ойланғанымша. Қанша уақыт ойландың? 5 минут болды. 5 минут болды. Көрінген ашып кетті ғой. Медиа команда. Соны құртайық, тазалайықшы. Бәрі ашып кетті ғой. Ашам дегендер ашып кетті ғой. Ашпайым дегендерді ашып алған ғой. Бәрі ашып алған ғой. Таза қазақ ютубында алғашқы қазақ фэмили негіз біз еттік қой негіз. Білесің ма? Баяғыда. Білем ғой, алты бақан фэмили деген. Жалпы фэмили сөзі қазір кімдер қолданады өзі? SD фэмили. SD фэмили қолданады. Бізден ұрлаған жоқ па? Походу бізден ұрлады ба? Білмеймін ғой. SD қашан шықты? Білмеймін, қашан шыққанды білмеймін. Кеше шықты ғой. Осы күні кеше. Әлі аузында сүті кеппеген команда ғой. 2 күн болды шыққанда. 2 күн ба, сондай болды. Біз 2017-18-де аштық қой. Алты бақан фэмили деп 18-де аштық қой біз. Қанша ютубер бар еді? Иә. Жалпы Арман соңғы уақытта менің видеоларымның комментарийінде көремше. Мә, нони, брат, сендер Арман, сен легендасыңдар ғой дейді ғой. Неге екеуің бірігіп бірдеңе істемейсіңдер дейді ғой, короче. Соны айттым ғой саған, негізі қашан айттым, бірігейік. Ладно, енді түсінемін ғой, Теміртаудан көшіп келдің, Астанаға үйрендің. Енді бәрі жақсы болды ғой қазір. Шүкір, Астанамыз ғой қазір. Бәрі жақсы ғой. Енді Шымкентке көшетін ой барса. Шымкент жақсы. Давай онда медиа команда ашатын болсақ, досым, задний беру жоқ, қиын болады басы. Нақты шешім қабылдадың ба? Иә, мен оны осыдан 1 жыл бұрын қабылдадым да, бірақ бір өзім болғанда қиын болды ше. Содан кейін саған да айттым, қанша айттым. Сен кейін давай балдар жинайық, анау қылып, енді біріншісі Алматыда жиналамадық. Қазір енді Шымкентте жиналып тұрық. Әр нәрсенің өзінің хайыр бар дейді ғой. Енді қазір Шымкентте жиналып жатырық. Поля бәрі бар. Бірақ қиын болады. Оңай ештеңе жоқ қой қазір. Жаңа YouTube каналы ашу, подписчик жинау, қаралым істеу, ол қиын болады. Тренировка жасау. Задний берген адам кім болады деп давай қол алайықшы осы жерде. Болды. Біз жоқ, анау тастап кеткен адам кім болады? Айтыңызсың. Көт? Көт. Біз итак көтпіз ғой. Басқа бір қиын бір андай намысқа тиетін Ишакбас. Ишакбас? Лох, Ишакбас.
солай Ол ма? ерекше. Болды онда. Біз біргеміз. Қандай қиыншылық болса да Иә. тастамаймыз до конца. Конкретно медиа команда ашамыз. Иә. Бәрін айырамыз. Family, мемилилерді құртамыз. Өзіміз бір family біз негізі. Иә. Оригинал family біз ғой. Жалпы біз, мен негізше, біз жалпы as the familyге сотқа беруіміз керек сияқты. Не үшін? Қашан the family деген сөзді алып алған ғой. Ала берсін. Өздері кейін алып тастайды бізді. Пока жүре берсін, Иә, мына бұзсай кел, сен бұзсай кел. Пока жүре берсін, ол атын қолданады. Міне көрі свидетельсің, кел бұз. Бұз, осы жерден бұз. Осы жерден бұз. Болды, тастамаймыз. Точно ғой? Уәде ма? Уәде ма? Болды, кет. А? Иә. Жерсе. Қатып қалған ғой, Давай, жер. О, болды. Все. Ал, тәуекел деп бастаймыз, но не? Бастаймыз, давай. Кімдер бар? Сен болды, боссын. Боссын. Қайта берсің болды, брачка? Қайтар. Кімдер бар? Өзің айтшы. Саған ойыншылар керек қой. Ойыншылар болғанда бізге өзіміздің негізі Алтыбақан фэмилидегі балдар керек. Жалпы саған Алтыбақанның легендалары керек қой. Бірінші сол балдар керек. Кейін уже жайлап. Жай жинай береміз. Жай. Қазақстаннан. Таза қазақша. Қазақша тіл білмейтін болса біз алмаймыз командаға. Болды. Біздің түпкі мақсатымыз ол не? Біздің түпкі мақсатымыз неге шын дегенде КПЛ-дан екінші Қазақстан премьер-лигадан общий команда ашып, қазақтың ауылдағы таланттарды іздеп, сол командада ойнатып, премьер-лигаға шығып, Лига чемпионды ойнау. Лига чемпионовтың финалында Алтыбақан Реал Мадрид финал. И біз 5-0 Стамбулда. Біздің басты мақсатымыз Лига чемпионға шығу да. Иә. Бұл жай медиа команда емес. Бұл жай ғана Алтыбақан фэмили деген. Мынау тағы келді. Сен бар ғой, мына жерде моды көрсетіп жүре бермеші бауырым. Моды көрсетіп бауырым, шынымен ша, араласпай спокойно отырса Джеки Чан. Все, болды онда бауырым. Қандай ойыншылар бар? Саған ойыншылар керек та? Дәл қазір керек қой. Дәл қазір. Живой погас жіберейін ба? Шымкентте Алтыбақанның ойыншылары керек. Болды онда. Дайын ғой. Бірінші ойыншы ол Қызылорданікі ғой. Қызылорданың ойыншысы ма? Қызылорданікі Асқат Тағыберген ғой, негіз білесің ба? Тағыбергеннен де асып кетеді ғой бұл. Қой. Физика жағынан бірінші өтер. Серьезно? Енді Асқат Тағыбергеннен мықты ғой. Шымыр жігіт қой. Мұндай корпуспен итер жіберетін. Но мынау Қызылорданікі. Асқатты итер жібереді ғой. Оның аты кім? Оның аты Нұрасыл ғой. Қан шағыршы. Қысқа есімі Нұрас. Нұрас ба? Бауырым! Көрдің ба ойыншыны? Мен кәдімде шок болып отырмын ғой. Қақында оғасын? Қызылорданікі ғой. Кәдімде қымыз. Алтыбақанның баяғыдан келатқан легендасы ғой. Қымыз, қымыран, кәдімгідей же. Мынау палуан ғой, мынандай мықты жігіт көрмеген мен. Мынандай мықты жігіт көрмеген мен. Титан ғой. Титан ба? Титан. Жарайды, бұл мықты жігітті көрдік. Екіншісі кім бізде? Екіншісін ба? Айтайын ба? Жостық айтайын ба? Қалай айттың де сол айтшы. Жостық емес, нежін айтшы. Нежін ма? Ол аңыз адам ғой. Аңыз адам? Аңыз адам. Ол туралы кітап жазу керек. Қой. Қаяқтікі? Ол Приозерсктікі. Приозерсктікі қақта ол. Балқашта. Балқашта ба? Балқашта. Жалпы балық жеп өскен ғой. Қой. Ана футболда ше? Жүзе ма? Балық сияқты жүзеді ғой. Қой. Өтіп кетеді ғой арасында. Месси сияқты? Иә. Өтіп кетеді ше? Бірақ доп аяқта қалып кеткен ғой. Өзі өтіп кете береді да. Түсіндің ба? Соны шақырайын ба? Кім аты оның? Оның аты аса қадірменді Рамазан! Shit ist so classic, heiliger Gral. Shit ist so classic wie Heimatkanal. GOAT wie Muhammad Ali. Bitch, ich bin fake, dein Kamerateam. Рома дегенің сондай красавчик екен ғой. Жаман красавчик қой ол. Жарайды, үшіншісі кім бізде? Мынау команда қызық болай деп тұр бізде. Үшіншісі бар ғой. Жаңа айтып өткендей, біздің команда гениальный деп отырмын ғой. Бұл жерде әртүрлі ұлттар бар ше. Қой? Ол басқа ұлт па? Басқа ұлт болғанда қазақ қой. Қазақша біле ма? Қазаққа ұқсамайды да просто. Бұл афроамериканецке ұқсайды. Аты кім оның? Оның аты Жан
Клод Ван Дам. Жоқ, шынымен кім? Жандос. Барасың имасың жана жүрім дара сырым көптөніп қарашығын сенің сырлы сәтіңді. Значит, ол футболда көмек тигізе ала ма? Түнде ойнау керекпіз онда футбол. Ол түнде ойнасақ вот. Иә? Түнде ойнаған кезде ана қарсыластар Көрмей қалады. жынды болып қалды олар. Иә? Тек доп жүріп баратыр да. Түсіндің ба? Аналар құлайды да бүйтіп жүр, типа андай. Елес көріп жатыр. Футбол ойнай ала ма дос? Ойнайды. Ойнайды ол. Бір ретте челленджде бізге гол соққан сол. Гол соққан ба? Төртіншісі кім бізде? Сен қандай команда жинайын деп жатсың? Ертең бізде мақсат ұту емес, 10 гол жіберіп алмау болады ғой. Төртіншісін айт онда. Келесі ойыншы ол Қазақстанның шоу-бизнесінің легендасы ғой. Тимур ма? Де Брюйне ғой. Бір командада 3 красавчик болмайды. Мен, Рома, Тимур. Қалай ауыр болып кетпеймін бір командада 3 красавчик. Менше сонда. Сен енді. Болады. Төртеу десе, төртеу. Төртеу ма? Төртеу. Төртеу ма? Төртеу? Төртеу. Жоқ, төртеу ауыр болып кетпей ма? Ауыр болмайды. Болды, оны шақыр Тимур. Жарайды, бұл не істейді? Футбол ойнай ала ма? Или ән айтып беремін бізге? Ол ән айтып тұрады. Ол өзі штрафмайдан жақсы. Басың сенің ше. Басым толған миы. Қалай сейіп тұр анан бәрі сенің басың? Білесің ба неге мен басым дөп? Іші миы да толы. Жоқ, көрдім ол ми тола екенін ше. Главное, жұмыс жасаса болды ол ми. Істейді ғой. Істей ма? Істейді. Жарайды, мен уже 5-ші сұрауға қорқып тұрмын сенен. 5-шісі бар ғой. Ол ең соңғысы ол. Ол кім? Бізде 11 игрок емес. Қанша игрок? 5-еуміз ғой. Не, мини команда ашамыз ба не? Бізге большой керек еді ғой? Большой керек па? Қалған кейін жинай береміз. Қалған ба? Иә. Жарайды, 5-шісі маған қызық болып тұр. 5-шісі кім бізде? 5-ші Алтыбақан фэмилиге қатысы жоқ бірақ. Ол қалай бұл? Бірақ қатысы бар да. Қалай ол? Бір қатысы жоқ, бір қатысы бар. Оның керемет қатысы бар. Қандай? Алтыбақан 2018-де құрылып, қазақ ютубын жарған кезімізде бар емес па? Лапылдап жанып тұрған кезін, лап деп жанып тұрды ғой. Сол кезде бізді қолдап, стримдерімізді көріп, видеоларымызды көріп, саған маған донат лақтырған, лайк басқан, сендер сияқты болғым келеді, ағалар деп комментарий жазған жігіт қой. Қазір өзі ютубер болып кеткен ғой. Несі көп па? Ол атауы бізге қызыққаны сондай. Біз оған керемет энергия, мотивация бергенім соншалықты. Біздің екеуміздің легендарный неміздің, аурамыздың күштілігі сондай. Ол бізден энергия алып, бізден осып кеткен ғой подписчигі. Қой, қанша? 1 миллион 200 мың ғой. Қой, 6 кнопкасы бар ма? Бар. Серьезно? Бізді көріп өскен бала. Қазақ бала екен. Алтыбақанның яры фанаты ғой. Қой, аты кім? Досымжан ғой. Танатаров емес па әнші? Жоқ, ол емес. Бізде бір әнші бар ғой, вот сол. Досымжан ғой, Шелзи ғой. Сонымен ортада. Ортада бізде Шелзи деп айтса, Досымжан деп айтса. Шелзи, Free легендасы, Free Fire'дың королі, лучший игрогі Досымжан Шелзи. Онай ма осы ойыншылар? Енді бары мен вокзал деген сөз бар ғой, білесің, енді бары осы болса енді басқа ешкім жоқ па? Енді қалған мысалы, жоқ қара, бізде 11 адам ойнау керек, 5-6 замен болу керек. Иә. Қалған не істейміз? Табамыз ғой. Қақтан? OLX-тен. О, не деп жазасың? Арзан ойыншылар деп жазасың. Или жігіттер комментарияға жазсын, Иә? кімді командаға алсақ болады? Жалпы бізде тұр ғой міне көз көріп отқан. Миллиондаған. Жазсын комментарийге. Кімді алсақ болады? Қандай ютуберді ма? Иә, араларында мысалға жоқ, әдемі вариант жазған адамға 10 мың теңге бере салақ. Бізге, командаге адам тауып берген. Адам тауып берген адамға 10 мың теңге ма? 10 мың теңге каспен лақтырып жібереміз. Жарайды, бізге кішкене ақылымызға сыймай тұр, кімді алатынымыз білмей тұр.
ойыншылар келгеннен кейін сәл мен шок болып тұрмын, қандай ойыншылар. Мен ойлағаным ғой қазір Криштиану Роналдо, Мессилерді алып келесің ба деп ше. Болды онда, жарайды, Нони. Біз жаттығуымызды бастаймыз ба? Жаттығу бастайық. Бұларды көрмейміздер поляда. Поляда көрейік, иә? Бірінші үйге кіргізейік, қатып қалды аналар тұрғанына қарсы далада дізілсін. Сымның үстінде отыратын қарғалар бар ғой? Иә, солар сияқты ма? Иә, солар. Болды онда, жігіттер, бізде жаттығу алғашқы. Сояққа кеттік, балдарды қазір қараймыз. Ал бізде балдар қоныстанды. Қазір біз Шымкентке барлық балдарды жинадық және осындай керемет біз үй жалдадық. Бағасы да бірақ керемет. Ал бізде міне Икта тоқтамаймыз. Икта штук. Жоқ, біз түсіріп ал. Так, өтірік камера. Ал міне мынау Рома, міне Досик. Бізде осы Алты Бақан фэмилидің енді өздері позициясы. Қандай позицияда ойнайсыңдар ертең? Достар, атака. Атака ма? Кім? Сен қандай позицияда ойнайсың? Судья боласың ба? Атака. Жоқ, өзіңе қандай позиция? Защита, нападай. Нападающий істеп жүрмін. Ебать, ну даже футбол, білесің ба футбол? Білесің ба? Жоқ, қандай позицияда ойнайсың? Атакада ойнайын. А пеналіде тебетін штраф. Оған изабелдер шақырмыз. Короче, анау не бар ғой? Мына шешақ жарыр ғой? Нападающий ғой? Той, петличный. Роналдоның позициясы ғой? Қандай, ненің? Роналдоның позициясы, Роналдоның позициясы. Форвард қой? Форвард. Сен? Мен де гол салам. Кім защитада ойнайды бізде онда? Оң жағым мен сол жағына. Мен оң жағым сол жағына. Ол Месси. Бап тактиканы кейін танаймыз. Так, қақта комнатың сен? Білемін комнатым. Кан? Кан? Көрсетші. Бутсың алса көрсет. Бұл менің гардеробым. Так. Бірінші бутсидің ішінен киетін носкилерін. Гетри ма? Бүгін Гетри, ладно. мен 3 носки алып келдім. Гетри емес. Құрт. Бутсың көрсетші. Тың-тың. Тікенектер бар. Тікенек не үшін? Опасно. Бұл не ғой? Не? Анау бастап кетсе. Төбелеске ба? Анау бастап кетсе. Размерің қаншасың? Бұл ма? 42 ғой деймін. Ё-моё, сен аяғыңа ласты кимесең де болады. Кайф қой, носки сияқты. Суда бүйтіп жүзіп кете береді екенсің ғой, ішіне киме. Рум тұрсың ба? Қақта сен бұл? Қан тұрған яқта. Мен білмеймін біреулер. Сен бутсың көрсетсең. Сен кәм бутсың? Машинада мен кәм. Кәм алып келсең бар машинада, оны неғып машинада тұр бутсың? Алып кел. Жоқ, алып кел. Жоқ, қазір алып кел көрейік бізді ана комнатқа. Алып кел. Бутсың көрсең бар ғой. Музейге қою керек болады. Алып келсең? Алып келші. Жоқ, алып келсең неге? Көрейік бол алып кел. Так, ооо, бізді Тима, сенің бөлмен қайда? Мен бөлем арыста. Қақта? Бөлек жерде ғой? Бөлек әлем. Жүр көрейік. Жүр. Біздің осындай керемет үйіміз бар. Арнайы съемкаға жинап келдім. Иә? Жинап келдім. Мен баған айтқам қазір съемка болады деп сөйтсем, бұл тез оңбаған комнатасын жинап тастапты ғой. Неде кіммен жатсың сен? Бір өзім мына жатырмын. Жандос. Не, Жандос жатыр ма? Иә. Жандостың өзі қайда? Жандостың өзі білмеймін. Давай аш. Ол короче түнде мына жақта қатып қалды. Мен өзім салқын жақсы көремін ғой. Осы жерде рахаттанып ұйықтағансың ғой. Иә? Аш бутсыңды көрейік. Бутсың ма? Бізге ең қызық сол енді футбольный медиа команда Бутсың жатқан. бар ғой, тарихы қызық негізі. Неге? Бутсыңның айтары бір әңгімесі бар. Қандай? Короче, Бутсыңның оның сол аяғы Дэвид Бекхэмдікі 42 размер. Оның аяғы Ван Нистелройдікі екеуінің размері бірдей екен. Осы? Осы ма сен бутсың? Қанша қалдың бүгін кезінде? Бұл Адидас салдық, біз Нони екеуміз алдық. Фу, салсың қалмаш. Иә, есі күшті шықты. Мақсатқа шығарып көрік. Бәрі қипсаймыз? Қимаймыз. Жоқ, жуып жүрмейсің ба хотя? Жоқ ғой, мынау неден? Пакеттен ғой, дымқыл қойған ғой, дымқыл. Терлейсің ғой, терлегенге саласың ғой ішіне. Сол кезде иіс шықпады. Хотя балконға үйге барғаныңызды шығарып қоймайсың? Үйге балконда тұрады ғой. Көзден жас шығып кетті ғой. Бұл очкиде өтіп кетті ғой ма? Литвиннің білесің ба, аяқ киімнің? Масқара тоже сасық қой. Сондай ма не? Өзі жақсы адамдардың, жақсы футболистердің аяқтары сасық болады. То есть аяқтар емес, аяқ киімдері. Ой, бәлә! Шығатын жағы аяқ бұн.
Жандос сумкасы ма? Бұл жандостыққа иә. Бутсы бар ма ода? Жандоста бутсы болу. Бар екен. Бар ма? Аш. Ақтару қатсыз кетті. Енді, конечно, дұрыс емес біреудің. Бұл енді Мессидің размері деп ойлаймын мен. Қалай өзі? Фантом ба? 35-ші размер. 35 па, қыздықын деген, аяғы. Мынау мен типсі білмеймін, мен гол бола ма? Дом жете ма? Мынау мен максимум пас қой мен. Максимум пас. Болды, главный бутсыларын көрдік, басқа ешнәрсе керек емес бізге. Ал біз Нони қалды енді бізде, Нониға барамыз. Нони не істеп жатыр, Тима? Дорымыз осындай негізі, мына жерде қазір бассейн бар, кейін жайлап бәрін көрсете берем. Кеттік. Так, вроде Рома бәрін таныстырдым. Ей! Мыналарды қарасай, оңбағандарды. Соғанша таңдаған. Сіз ұйықтайсыз ба десеңіз, демаласыз ба постоянно? Мен бұлай уже ұйықтап жатырмын қазір. Сөйлей берем мен даже бар ғой. Жоқ. Мен бұл жерде досым бар, кстати. Киімді үтіктеуге берген ғой. Қаш, мына жақта ол. Мен сені жақсы көремін. Мыналар. Норма? Так, бізде мына Нұрас сенің неңі таппадық. Бутсы ма? Жандостықын көріп салып. Мен ашайын бар, көрсейін ба? Қазір сен бутсыңды бір көреміз. Жандос сен бутсыңды көрдік. Анамен Тима айтты, гол салу қиын болады деді ғой. Сен не қайдан көрдің де менікін? Ана екінші. Астанаға мамаңа зындықтық та? Жоқ, негізі достар, мына жерде мен қасымда Арман Пірманов жатады, мына жерде. Мынау ғой Арман, танымайтындарың. Нұрас та ана жақта жатады. Жандостықтың көрді? Нонидің легендарный. Жоқ, бірінші сен қай позицияда ойнайсың? Мен гулитпін ғой. Ортадасың ғой, значит. Жоқ, нападение. Төрт нападающий, аяқта әлі нападающий. Бәрі защитаға кім ойнайды? Защитаға кім ойнайды бізде? Бізде защита жоқ қой. Бізде общий нападение. Общий защитаға қайтамыз ғой. Бізде вратарда бізбен бірге кетіп қалатсың ба? Ертең бізде жатты оны, ертең көреміз. Легендарный бутсы, қара. Кән. Бұл бутсыда екеуміз алдық нұрлады, иә? Қалай екен? Мынау Оригинал. Қытай оригинал ма? Жоқ. Adidas центріне алғам. Ой, бай. Ей, иті. Бұған бар ғой, 4 жыл болды ма? 5 жыл болды. 6 жыл болды, е? Мына оригинал көрінеді. 6 ма, 7 жыл болды. Действительно көрінеді, қараш. Бір жері ашылған жоқ қой, Арман. Ауыз ашылайын деп отырген, қараш. Ашылмайды ол, мынау краскасы кеткен, ашылмайды мынау. Просто шашлак кішкене болды. Міне, мынау, қараңдар. Любой кроссовка, туфли, бутсы, тапочка оригинал екен білу үшін, жақсы сапада екен. Майыстырған кезде ол ортасына майыс болу керек. Қайғына майыс? Міне, адамның шын табиғи аяғы майысатын жері бар ғой. Басың ше сен аяғыңа. Менікі ортасына майыс? Ортасына майса сенікі китайский қазір. Аяғым өзімнің аяғым ортасына майыс. Ортасына? Мутансың ба? Кім оригиналды шәрт етеді? Міне. Ертең ойнап болғасын бұны сатам аукционға ғой. Кема, қаншадан көтетті ойлайсың? Начальная цена $10,000 ғой. Біздің фантазерлардың комнатасынан шығайық. Нұрастың бутсы. Бізде Нұрастың бутсы қап тұр, және толық үймен қазір таныстырып шығамыз. Кеттік. Нұрас, жүр, бутсыны көр. Сенкін ақ көрмедік біз. Бәріңін ақтар, мен ақтарып көріп атым. Мен бутсымның бағасы айтайын ба? Мынаны қалай көрмей? Мынаны қалай көрмей? Ақтардық қой. Мынау, футбол ойнамаған. Мынау бірінші. Сатып алдым оны ойдан. Қытай ғой мынау. Қытай сөйлеп кетсе? Чамады шеқшы. Майстер. Оригинал. Тиіспе.
Ана бітті мынау. Мынау бар ғой? Так, енді мынау біздің кухнямыз. Бағана палау беріп, тамақ ішіп алдық. Әр неде туалет пен душ бар осында, иә? Сол жақсы, негізі? Каждый комнатада туалет, ванна. Керемет. Так, бұл жердің тағы да бір керемет жері. Мынандай тағы да душ бар, мына жерде қараңыздар. Қазір парилканы қостық. Мына осындай душ бар, үстіне мұздай су, хамам қосылып бастады. Ысып бастады. Мына хамам мынау біздің ыстық екен. Мына жерде бізде тағы да бір туалет бар ма не? Қарашы, міне тағы да бір туалет бар. Неге сонша туалет көп болады? Өйткені бәрі ұлдар ғой, бәрі одновременно шықсы келеді. И бізде жүр, мына жақтан да шығып кете аламыз. Так, сен аяқ киімің жоқ қой, иә? Ана жақтан. Оператор. Кеттік. Бұлай үйдің жалпы көрінісі өте керемет. Қараңыздар. Мен естуім бойынша бұл үй бір 500 мың, 600 мың долларға салынған. Егес айтып берді. Мынау бассейн, свет қалай жанатын білмеймін, қазір Егес жақып береді. Қазір парилкеден шығамызда бассейнге түсеміз. Және бізде ертең ең керемет, ең қиын кез болады. Алтыбақан фэмилидің алғашқы жаттығуымыз. Ал жігіттер, кеттік, бастаймыз. Ал бізде екінші күн жаттығу қазір. Мына балдардың бәрін бірінші тренировкада көреміз. Өздерің комментарий бересіңдер. Примерно түсініп тұрған шығарсыздар, не болатын. What's up? Қайырлы таң. Бүгін бізде жаттығу. Алаңға барып доп тебеміз қазір жігіттермен. Бірінші тамақтанып аламыз, өйткені қарнымыз аш. Альфард. Легенда Альфард Арман Пірмановтың ішінде PlayStation бар. Осында отыратын боламыз. Ассаламағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал бізге тренировка. Қалайсыңдар жігіттер? Сен кімге өтпейсің ба? Видео. Болды, шақ бол! Болды! Маған кеттім мен, басқа екен, мына машинаға мен жігіттер, мынаяқ екен. Йоу, сәлем. Қазір достар біз тамақ ішуге барамыз, ары қарай уже тренировка. Қайда мен? Салайым ба? Ехала! Йоу, ассаламағалейкум достар, қалай жағдай? Болашақ Роналдудан сәлемсіңдер, кеттік. Асыңдар, қалай ашат? Опа. Ал, бірінші рет әсіп жейін деп жатыр. Сортымен жейсің. Зор екен е. Пияз жейтін достарымды белгілеп. Мощно. Тиманан жо? 400. Подписчик 400. Қапан не сол, не болады? Ё-ма. Нан емес па не? Жоқ. Асты не? Ішінде ет сорпалы бар. Той? Иә. Нәшет көріп жатсыңдар ма? Еді? Бұл не деп айтады? Кесе салып. Міне кесесі тұр прикинь. Мұндай да бола ма не? Шымкентке келіп, жаңа нәрселер көріп жатыр. Стой келі масқа. Кесіп алып тастай ма үстін? Не, байысыз. Маған қарасай. Маған қарасайсың. Бірінші рет жейін жатын ондай нәрсе.
Мощный. Алтыбақанның бірінші видеосының бірінші общий тамағы ма или түсірдік па үйде? Түсірдік, ә? Палау жедік, ә? Көшеден бірінші рет жинап атып мынандай составпен. Тарихи момент. Наны уже ұнат маған. Қытырлақ екен да. Соус. Маған құйсыншы. Ау. Önен наны дерсік екен. Енді мына былай жейсің ғой, сөз саласың да? Мен түстеші. Былай жейсің. Не ойлайым өзі. Bir, екі... Штанга. Тош, көрінме? Көріндір ма? Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Қазір бізде Алтыбақанның балдарын бірінші аттығын алып келдік. Құдай қаласа. Енді түсініп тұрық қой не болатын. Балдар дайын емес. Жартысы футбол, жартысы емес. 80% футбол ойнамаған бұл командада. Енді солармен сәл-сәл қазір жұмыс істейміз. Жаслан ағай мен Жервинь ағай бізге арнайы шақырттық. Осы біздің футбол үйрету және физподготовканы істейтін жігіттер осылар болады. Жаслан ағай, қазір бір өзіңіз комментарий беріп жүрсеңіз. Мына балдардың енді түрін көріп тұрсыз ғой? Иә. Доп теп отқан қарсаңшы. Қан тепші, Рома. Қарқа тебеді. Рома, бар ударымен тепші. Түсір. Теп. Қарсы. Босай. Енді бір женский медиалига болса нормально енді болды. Енді шанс... Жоқ, наларды адам қылға бола ма? Адам қылға ма? Любой адамды адам қылға болады. Бола ма? Қазір көреміз, тренировка әлі жасамадық. Может, балдар бұл бәрі өзін көрсете алмайтқан шығар әлі. Ана тебіз көрсететін тебіз қалай? Давай адам қылайық осылар да, барымыз olsun. Жасаймыз. Құдай қаласа енді бір 11 қыл көрек біз негізі. 11 деген едім. 11 бала жоқ, 11 жоқ, 8 ба жетеуміз ғой негізі. Бақанмен қосқанда 8 біз ғой оператормен. Тренировка. Қалған блогерлер біз ақша алмай жатыр қазір келуге Шымкентке. Сол бізде финансирование жоқ қазір. Сіз ордабасы кірдіңіз ғой, қазір финансирование жоқ па не? Енді болады. Енді бюджет аламыз. Все, Жаке, көмектесіп жіберіңіз енді бір. Конечно. Болды. Құдай қаласа. Жервиня, сен де бірдеңе айтып жіберсей қазақша. Жервиня, что-нибудь скажи. Вот look these boys. This big footballist. Big footballist. In yellow. You look мнение қалай болады ойыңда айтып деген. Look this footballist. Yes. Footballist, no footballist. What are you doing? Footballist? No footballist. No footballist? I don't know. I know. You don't know? No, I don't know. Just come into training. You 1 month, maybe in footballist. One month training, okay? Big problem. Very big. Very big? 1 month? 1 month. Oh, no. Бұл жігіт айтады, бір айда көмектеспейді бұл балаларға дейді. Енді сол көреміз енді қазір Романың өзі де маған қарап қойды, составқа түсем ба түспеймін ба деп. Бірінші аттығымыз қазір міне Нонилар да келді. Міне Нони, танысып қойыңдар. Жаслан ағай тренерлеріміз, мына Жервиньо. Міне бірінші аттығыларын қазір серьезно қараймыз. Аттығы бастап отырық па? Нони мына жерде. Доп оригинал ғой? Жоқ оригинал. Анау
Роман доп тепкен, Нұрасын доп тепкен деп кішкене уайымдап болдым. Уайымдап жатсың ба? Мазаға жатыр ма? Брат, сен уайымдама. Солай болу керек өзі. Қой? Үйретеміз. Иә? Болды онда. Жақсы, біз кеттік, бастаймыз. Кәм, бар ұрларын көрсетші. Ардар, спокойно удар көрсетің. Пух! Жо, дауыс шығарып, пыс деген. Пауыр. Көн дауыс, кән. Бар. Қара. Міне Алтыбақанның лучший игрогым ғой мен. Хоп. Міне қара. Түсірмеу керек еді. Жақсы. Бар. Кімдер жинап отыр, брат? Брат, енді айтып отырып қой, үйретеміз. Кімді үйретесің? Мыналарды үйретеміз. Жандос, спокойно. Міне. Даже бүйтіп тұруға болады, қара. Міне. Қара. Мынау не деген уровень мынау? Дауыс шықпайды да шығарсай. Мынау. Жоқ. Бұл дейтін уровень ғой бұл. Уровень. Давай, жиналайық. Алтыбақан келіндер. FC Алтыбақан. Короче, жігіттер, алғашқы жаттығуымыз Алтыбақанның. Так что бүгін уровень көреміз. Мін Жаслан ағай және Жервин ағайларың бүгін сіздерге физподготовка техника қойылды. Осы жігіттер үйретеді. Так что серьезно қараймыз, хорошо? Болды ма? Дайынбыз ба? Болды, арқада Жаслан ағайларын тыңдаймыз. Неден бастаймыз бүгін, Жаслан ағай? Жағдай мүшкіл, көріп отырсыз. Иә, бүгін енді неден бастаймыз дегенде бірінші балдарды көреміз. Физический состояниесі қандай деңгейде, технический қандай деңгейде, техникалық жағынан түрінен көріп енді айта алмаймыз. Айтамаймыз ба? Иә. Қазір тренировка өтеді. 1 сағат 20 минуттық занятие болады бізде жігіттер. Есім Жаслан немесе тренер деп берсеңдер болады. Коуч. Дельвиньо тоже. Любой сұрақтар болса, бізге келіп сұрай беріңіздер, нелер болса. Дельвиньо главный сұрақты білемін, оны айтуға болмайды бұл жерде. Иә, жігіттер. Қазір жақсылап бізде бірінші разминкаға 15-20 минут жұмсаймыз. Координация, разминка мына жақта бәрі дайын. Дельвиньо мен разминка растяжка өткіземіз. Содан кейін уже доптарға ауысамыз. Дальше уже процесте танысып, дальше бәрін айтып жатамыз жігіттер. Главное, сендерден тренировкаға деген желание, главное болды. А бізден дальше уже жұмыс, процесс, бәрі бізден уже. Дайынсыңдар ма? Болды. Қанша? Дельвиньомен қазір растяжка, разминка бәрін өткізеді. Бізде физподготовка жағынан. We start now, okay? We're going together. Come on. Okay. Again. Saying my name, please just stay in your lane. You don't really want no smoke. Second. I'ma go get it, so you know I'm gonna go and get it, make it skull bigger when I blow an extra hole in it. Yes sir, I'm the Mr. Word flip word, gymnastic chicks with curves get my pole twist till it gets stiffer, then they land at dismount in a split word. Hoop black and yellow, honey lime green, red bean turn your house into a crime scene. Rose gold turn your baby mom to my babysitter. She say I, then I leave my kids with her. I'm the type of nigga that'll wife your kid's sister just to make you the brother that I gotta get rid of. Профессионал болу қиын, жігіттер. Иә? Бұл сендерге ютубта отырып PUBG контр ойнау емес бұл. Или ана жер... А? Алмайды. Реальный еңбек. Монейді бір деп келген ғой мынау. Түсірмедім өзі жер. That know what I'm hitting, man, listen. I don't talk much, but I spaz in the booth like white folks when I did Starbucks. Got a chocolate mix that tastes like a Star Crunch and a white girl whose brain can make your heart jump. Yeah, you don't really want no smoke. You don't really want no smoke. No smoke. You don't really want no smoke. You don't really want no smoke. No smoke. Haters always do the least, but they always talking the most. You don't really want no smoke. You don't really want no smoke. Самсан еш шығып жатыр ма? Берсін ғой. Еш шығып жатыр. Қатып қалды. Роман қырды.
smoke, no smoke, no smoke. You don't really want no smoke. You don't really want no smoke, no smoke. You don't really want no smoke. You don't really want no smoke, no smoke. Careful when saying my name. Please just stay in your lane. Келес, давай, Рома. Ага, артқа. Ей, Веном, ғой мына Веном. А? Буксовать деп жатыр ғой. Баға, мынау әңгіме етті қазір. Жүгіруден бірінші орын. Қаяқта? Мектепте. Бірінші класстардың арасында ма? Жоқ ой. Кәдімгі өзің класста. 9, 10, 11. Жақсы, бірінші орын ағасың, жүгіруден, Mickey fucking stars, ayy. Spit sick words, I don't whisper in a lit verse. Get curved quicker than a fastball by a pitcher. It'll get worse when I continue to rap, but they ain't ready for that. Cause I've been doing everything to work up on the floor and cadence, hating, debating. It is so blatant to see that none of y'all are better than me. So better believe there ain't nothing I can't do. From videos to flows to shows, I am the one that rows the boat. The captain wears my coat. I know I gloat, devote my time to make this. And I play the game, it's operation. I'm the shit you're constipated. I'm related to the best that made it. Who's the GOAT? It's making in the conversation. I can't wait to take Кім? Көрсетіп жатқан жігітті. Делвинья ма? Иә. Сағыз жинау соқын. Біз өкпеміз өлді ғой уже. 5 минут болды басталғанда, брат. Жоқ, әшейін размекеге өліп қалдық қой. Ертең 90 минуттан қалай ойнаймыз, Скорый ма? Қандай 2-3 скорый заказ беріп қою керек сияқты бар ғой, Иә, сразу. Қандай көресің футболды? Бүкіл командадан скорый әкетіп қалады. Бірінші ситуация болды сондай. Иә, бірінші, тарихқа кіреміз. Бірінші таймнан кейін бәрін больницаға кірді. Мынау не деген? Аяғы мықты да, көрдің ме? Аяғы мықты да, уверен тұрады. Что там, бро? Что там деп жатыр? Что там болғаны аяқ тартылды. Аха. Аяқ басы сызбай қалды ғой. Ош. Аяқ тартып қалды ғой. Скорый шақырамыз да? Сразу больницаға жатайын деп. Аяқ тартып қалды ма, не істейміз? Injured, bro. Хотя бы көшеге бір магазинге анау киіп шығу керек еді, я? Жасик. Молодцы! Ой, не деген керемет. Не деген? Шаршадыңдар ма? Бұл разминка, Рома. Сен өшін өшпедің бе? Жоқ өшпедің. Вообще өшпедің бе? Бет, бак, бет, үш, зек, бас, жек, бет, көз, көк. Тыстадың ба? Тыстыға, брат. Тыстыға бірген ба? Көтті ұмытыңдар, хорошо, сен ұмыт көтті. Бүгін кеше құйрық ма жейші? Так, екі бой өзіне жігіттер, кендер. Баскетбол сияқты бастаймыз. Делвинья, мына жерге. Қимылдаймыз. Бір, екі.
Баста, көтер, баста. Кет. Келесің, давай, келесің. Тез жігіттер. Рома мықты тұр. Удобно. Давай, жүгірсе енді болсын. Жүгірсе. Қаттырақ беріңдер басты жігіттер. Сіңірім тартып қалды ғой. Қалай болады, қалай ойнайды екенбіз, болашақта. Видео түсір, видео қолдыра беремін ғой. Видео ма? Гытаға түсіріп. PUBG-да стрим істеп отыра бересіздер ма? Қазір ана светке істейміз десіз. Ана свет ақ көрді. Ой, жанны! Мынаны біз Америкадан алып келгем. Мынаны өзім. Нони? Мынаны мен өзім алып келгем, білесің ма? Америкадан заказ беріп. Пиндодан ба? Жоқ, Америкадан кәдімгі алып келді. Қанша қалдық осы? Қанша доллар қалдық? Ерал, за сколько мы заказали его? Подождем. Да. 300 болды. 300 доллар. Өзі өшіп қалды ма, или ұрған кезде өшеді ма? Ұрған, түртсең өшеді. Так, кім, Нони сіз ма? Келесі соңынан мен ең соңынан. Ал, давай, Шелди түсір. Жақындасың, Жақында. 1, 2, 3, кет. Тез. Аяқ қимылдап тұр. Неше өстедің темасы? Ұзақ ойланады қара. 1 секунд, 1,5 секунд. Қанша? 1,7 секунд. Ең жақсысы, мен бәрі түрткен ең жақсы мынау. Әр ойлаған 1,5 секунд ойнады ма? Көп ойланады. Реакциясын. Слабый ма? Слабый бол, да? Бірақ Free Fire жақсы ме? Шыда, 4 секунд. 3. Free Fire'ға реакция керек емес па? Негізі, Пауза. Келесі. қолмен жақсы жұмыс істейді екенсің сен, ше? Негізі, аяқпен, Нан тоғыды. Қанша уақыт? Кезгода реакция бар ғой. Жоқ, қанша уақыт? Талапымен бар ғой, миттан бүйт секірет кенге. Артынан қол көтерем ғой мен. Жай түртесің. Наугад істеме бірақ. Аха. Ой, бұл жынды. Тұрып қарасың. Қимылдап тұр. Наугад істеме. Аха. Қимылдап тұр. 1, 2. Оп. Ай, жаным, қанша секунд бұл? Нормально істеді ма бұл? Қанша секунд? Жан жақтың білесі ғой бұл. Показатель жақсы ма? 0,3, 0,4 секунд. Молодец. Каратенің арқасы ма? Шпагатқа отыра алмайтын карате көрмеген бірақ. Ал, бізде кеп капитанның несін көреміз? Реакциясын. 1, 2, 3 кеттік. Жақсы. Сол аяқты жұмыс істесін. Тек оң аяқ істеп жатыр. Алғашқысы ма? Иә. Жанат, сразу. Жақсы. Жақсы. Хорошо. Вот. Наугад. Жанған кезде сразу реакция жылдам болу керек. Осы. Давай. 1, 0. Аяқ қалды ма? Қалай? Бүгінгі жақсы ма? Ең жақсы осын көп тұр ма не? Қой? Молодец. Капитан, официальный. Бүгін сайладық мына жігіт. Ал, Роман көрекші, Рома ең жылдам сияқты. Сол аяқта істе. Ұзыннан созады екен. Тез.
Жанат, наугат істеме, наугат. Жо, давай. Бастан попты. Ладно. 1, 2, 3, кеттік. Басудың қажет жоқ, жүрсем болды. Сындырасың жеш. Наугат емес. Биді аяғады екен даже. Давай, жақсы. О. 10 секунд шыда. Жүзі. Бол. 5 секунд. 5. Біраз наугат кетіп қалып байды. Бірақ. Мына жігіт есім еді. Үш жігіт деген ұлды Кімде? Нонида ма? Мынаны істетпейміз ба? В общем, жігіттер, былай ғой, бізді білесіңдер, жалпы барлығымыз ютуберміз. Компьютердің алдында біраз отырып қалғанбыз енді, короче, содан көп қималдамадық. Футболды ойнап тұру керек, арасында тренинг жасап тұру керек, спортпен айналысу керек. Білмеймін енді, компьютердің алдында көп отқаннан кейін ба, сүйектер қатайып қалған ба, білмеймін ғой. Содан кейін мына мал мынау. Мынау тышқақ. В общем, енді Нони кел, сөйлесек, тұр, шаршап тұрсың, жатып алмай, тұр. Жалпы өздеріне керек қой, брат, заодно да, негіз полезно, мен тренировка істегім тұр, амал жоқ, аяғым алып тұр, бақа баспап келдің бола тұрым. Қалай тренировка бірінші? Өте қиын. Өлдік. Біз деген, мен 2017-ден бері компьютерде отырмын ғой. Неше болды? 7 жыл болды. 7 жылда енді нандай тренировка істеп отырық қой. Мен басым айналып қазір, құсқым кеп тұр. Давление көтеріп кетті. Ладно, қазір енді балдардың жағдайын көрдім енді. Бірақ сонда да, медиа командада ұтамыз. Кімді? Бәрін ұтамыз. Ұтамыз. Мә ұтасың. Неге? Конечно, сен отыратын болсаң үйде. Жоқ, мен емес қой, мынауға айтып атқан. 11-ден 0 боласың. Ұтамыз десе, давай, морально бізді, давай. Сен лучше аяғыңды көрсет врачтарға аяғын көрсет. Ал кім? Жандосқа ұнады, мен көрдім Жандосқа. Шаршамаған ғой, мұн қарсай? Нони? Шаршамаған да ол. Кім телефон? Шаршам, просто. Әлмейіп қалған өтірікті, андай денесі, бірақ қараш. Шыдамды деген жігіт. 1 грамм май жоқ қой да. 1 грамм май жоқ қой, содан ба? Ананың ұрпағы ғой мынау деп қара ғой. Аяғым ауырып жатыр ғой. Кел, кім? Жасик, сенің бір сұрау жіберейік. Көмекшіміз, ассистентіміз енді біздің команда туралы айтып жүрші. Жинадым енді осы балдарды пока осы, енді бір-екі қосылатын бар әлі. 11 қыламыз ғой, айтып бейт, Лео бар, қосылам десе. Тағым бар, Миллер келу керек, олардың бәрі. Сөйтіп бір 11 қып жинап, замен болмайды. Қиын ғой без замен. Без замен қиын. Балдарға не дейсің? Шынын айтшы өзің, шынын. Енді пиздец па, полный? Полный пиздец. Боқтауға боламын жоқта дегізім. Жоқ, нормально. Главное, жігіттерде желание бар. Жоқ, мысалы, басқа блогерский командаларды таламыз ғой, мұндай командамен өтіні. Енді тренировка керек. Қанша уақыт? Қанша уақыт дегенде айтамын пока. Жоқ, 2 жыл, 3 жыл. Жақсы тренировка керек. Бәрі уақытпен келеді ғой кішкене. Футболда бәрі уақытпен. Сол үшін қазір кішкене жақсылап тренировка жасап, тағы да келетін адамдар келіп, бұл просто қазір балдарды көру, қалай, қандай состояние сол мақсатта жасап. Енді көрдің ғой енді. Енді қиындау. Қолымен футбол ойнайтын болсақ, шанс бар. Аяқпен пока енді сұрап келгісі. Аяқпен ба? Жоқ, былай серьезно айтатын болсақ, балдар желаниясы бар, главное. Жұмыс істейміз, тренировка жасаймыз. Дальше уже қазір бірінші ойындар басталады, сол кезде белгілі болады ғой? Жалпы мен негізі бұлармен ойнағым кеп тұр. Қақпада тұрып ойнауға болатын еді, жаттығу істеуге болатын еді. Менің енді инстаграмда көріп жүрген жігіттер біледі, аяғым қатты сырқаттанып жүр. Пока диагнозын таппай жатыр, кейін мына өкшемнің. Кеше Ташкентке де барып келдім. Соны емдетуге, емін құдай қаласа толықтай бастаймыз. Содан кейін бұларға қайт қосылам, пока бұлардың бас бапкері бола тұрам. И Жасик менің көмекшім, Жервиньо тоже біздің көмекші болады. Ал қысқасы осы достар, бірінші бөлім аяқталды. Лайктарыңды, комментарийлеріңді аямаңдар, барынша қолдаңдар.
достарыңмен бөлісіңдер. Алтыбақаның медиа командасы осымен ашылды. Бұл бірінші бөлім, екінші бөлім көп күттірмей шығарамыз да. Екінші бөлім уже тағы да блогерлер келеді. Алтыбақаның блогерлері келеді. Олар жолда, қазір Құдай қаласа қосылады. Ол екінші бөлім, солармен шығарамыз. Одан кейін өздерің ойларын жазыңдар. Қалай істейміз, не болады? Нұрас тренировкада көп көрінбеді. Өткені аяғын ауыртып апты. Оны ертең неге психбольницаға апарамыз, сояқта көрсетеміз. Психбольницаға ма? Иә, сояқта көрсетеміз аяғын. Или мал дәрігеріне апарып көрсетеміз, ә? Екінші бөлім уже таңертеңнен бастап түсірілім болады. Бір 3-4 күннен кейін шығатын шығар, или 1-2 күннен кейін ба, сендерге байланысты қолдаңдар. Біздің командада профессиональный ойыншылар жоқ. Басқа командаларға қарағанда бізде тек настоящий фэмилиіміз, ә? Иә, шынайы бізде Алтыбақан фэмилиде шынайы блогерлер. 11-0, 20-0 ұтылсақ та, барымыз да, нарымыз да осы. Бірақ күшті болуға тырысамыз, ә? Жаттығу істеп, Бүгін жаттығу ұнады ма сендерге? Мощный болды ғой, мощный болды ма? Ой, қазір мощный. Ертең деп жүреміз ғой, бейді отырып тұра алмайшы. Жоқ, қазір айтып отырып қой, бізде тек блогерлер, анау депші. 2 жылдан кейін біз отырмайық скамейкіде, анаяқта профессионалдар жүгіріп Олай болмауға тырысамыз. Конечно, тырысамыз. Таза медиамыз. Таза медийный команда боламыз. Ютуберлер, Құдай қаласа, давай жігіттер қолдаңдар, лайктарын басыңдар. Келесі видео жақында шығады. Давай жігіттер, камон!